Хабарым жалғастырамыз. Мемлекеттік рәміздер мен халық тұтынатын тауарлардың дені мемлекеттік стандарттарға сай емес. Әсіресе кемшіліктер білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінде тіркеліп отыр. Осы ретте сала мамандары сәйкестікті анықтау негізінде жыл басынан бері 100-ге жуық тексеріс жүргізген. Нәтижесінде 48 заң бұзушылық анықталып, заңды тұлғаларға 11,3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл туралы техникалық реттеу және метрология комитетінің облыстық департамент өкілдері баспасөз жиынында мәлім етті. Айтуларынша, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін орнату және қолдану қағидалары бойынша департамент өңіріміздің 11 ауданында түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Сонымен қатар Талдықорған қаласында мемлекеттік рәміздер бойынша арнайы брифингтер де өткізілді. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Жалпы 989 елтаңбамыздың стандартын қайта қарастырып, қайта өзгеру туралы, оның бүгінгі күнде 2017-нің 1 шілденің мерзімі бар екенін айтып өттік. Бұл бағытта біздің департамент мамандары комиссиямен, ішкі саясаттың комиссиясымен жалпы жұмыс жүргізіп жатыр бүгінгі күнде. Жылдың аяғына дейін біраз аудандарды аралап өтеміз.